онлайн сабақта отырмын. Мектеп жасына дейінгі балалардың дидактикалық ойындары туралы тақырыпты лекция түрінде жазып отырмын. Түсінгенім бойынша дидактикалық ойын ол өзі аты айтып тұрғанда әдістерін, қимыл қозғалыстарын жалғастырады. Яғни біз балаларға дидактикалық ойын арқылы өздерінің миларын жетілдіріп, сондай әртүрлі ойындар ұйымдастырамыз. Бүгін мен педагогика пәнінен балабақшада серуендеуді ұйымдастыру және бақылау атты тақырыпқа өзім конспект жазып жатырмын. Конспекттен кейін өзімнің көрнекіліктерді бұл тақырыпқа байланысты көрнекіліктер жасаймын. Мен үйде білім алып жатырмын. Педагогикадан біздің өтіп жатқан тақырыбымыз мерекелердің түрлері және олардың мазмұны. Мерекелер өзінің бағыты мен құрылымына қарай үш түрге бөлінеді. Олар қоғамдық саяси мерекелер, тұрмыстық мерекелер және маусымдық мерекелер болып үш түрге бөлінеді. Және де осы мерекелердің ішіне арнайы өзінің мерекелері кіреді. Қоғамдық саяси мерекелерге 6 шілде Астана күні, 16 желтоқсан тәуелсіздік күні, 7 мамыр қарулы күштер күні, 9 мамыр жеңіс күні болып кіреді. Тұрмыстық мерекелерге жаңа жыл, 22 наурыз ұлыстың ұлы күні кіреді. Маусымдық мерекеге жаз келді, сары күз, көктем келді, қыс мезгілі тамаша деген мерекелер кіреді. Және де мысалға біз 16 желтоқсан күні тәуелсіздік күні өзіміздің рәміздерімізді орындап, тәуелсіздік күніне қалай жеткенімізді еске аламыз. Тұрмыстық мерекелерде 22 наурыз күні, ұлыстың ұлы күні салт дәстүрлерді қолданып, әжем сол күні көкпар ойнатылады, ұлттық ойындар ойнатылады, асық, қол күрес деген сияқты. Педагогика пәнінен тақырып бойынша лекция жазып отырмын. Этнопедагогика сабағынан үй жұмысына көрнекілік, яғни гүл жасауға берілген. Мен білем. Music, party.